2024 жылы Қазақстанда қандай төлемдер мен жеңілдіктер көбейеді? Жәрдемақылар көбейе ме? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда келесі жылы, яғни 2024 жылы әлеуметтік төлемдердің түрлері және оны қаншаға арттыру жоспарланып отырғаны туралы ақпарат берді. Министрліктің жауабында айтылғандай, айлық есептік көрсеткішке байланысты мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің барлық түрлері 2024 жылы инфляция деңгейіне қарай атап айтқанда 7%-ға көбейетін болады. Еңбек министрлігі мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің осы санаттары көбейетінін айтты. Атап айтқанда бұлар мүгедектігіне және асыраушысынан айырылуына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер, номер 1 және номер 2 тізімдер бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақылар, жерлеуге арналған бір жолғы төлем, бала тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын ай сайынғы бюджеттік субсидиялау, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар, бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасыларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, алтын алқа, күміс алқалармен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, 2 және 3 дәрежелі ана даңқы ордендермен марапатталған көп балалы аналарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, асырап алушыға, қорғаншыға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы мен бірінші топтағы мүгедектігі бағып отырған адамға мемлекеттік жәрдемақы. Осы санатқа жататын барлық жәрдемақылар 7%-ға көбейетін болады.